Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында энергетикалық сусындардың адам денсаулығына зияны туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Жалпы энергетикалық сусындарды белгіленген мөлшерлемеге сай тұтыну қатаң талап етіледі. Максималды мөлшер күніне 2 құты сусын. Мөлшерден асыру қан қысымының немесе қан құрамындағы қант деңгейінің көтерілуіне әкеп соғуы мүмкін. Энергетикалық сусындардың құрамындағы дәрумендер мультидәруменді кешенді алмастыра алмайды. Жүрек аурулары бар, гипертониямен ауыратын адамдарға энергетикалық сусындарды тұтыну құпталмайды. Энергетикалық сусындар ағзаны энергиямен қамтамасыз етеді деген тұжырым дәлелсіз. Сусында ешқандай энергия жоқ, ол тек энергия қоздырушысы. Яғни біз өз энергия қорымызды пайдаланамыз. Қысқаша айтқанда, энергияны өзімізден қарызға ала тұрамыз. Алайда ерте ме кеш пе бұл қарызды шаршағандық, ұйқысыздық, ашушаңдық түріндегі пайызбен қайтаруға тура келеді. Басқа да ынталандырушылар сияқты энергетикалық сусындардың құрамындағы кофеин жүйке жүйесін әлсіретеді. Оның әсері 3-5 сағат сақталады. Бұдан кейін ағзаға демалыс қажет. Сонымен қатар кофеинге адам тез әуестенеді. Глюкоза мен кофеиннен тұратын энергетикалық сусын жас ағза үшін өте зиян. Көптеген энергетикалық сусындардың құрамында көп мөлшерде В дәрумені болады. Бұл жүрек соғысын жиілетіп, аяқ-қолдардың дірілдеуіне себеп болуы мүмкін. Фитнес жанкүйерлері кофеиннің несеп айдағыш қасиеті жайлы жақсы білуі тиіс. Яғни жаттығудан кейін энергетикалық сусын ішуге болмайды. Өйткені жаттығу кезінде ағза онсыз да көп сұйықтық жоғалтады. Кофеиннің бір күндік мөлшерін асырмауға тырысыңыз, яғни 2 құтыдан көп ішпеңіз. Сусынның әсері тарқаған соң ағзаға күш жинау үшін демалыс қажет. Спорттық жаттығулардан кейін энергетикалық сусындар ішпеңіз. Спорттық сусындар да қан қысымын көтереді. Энергетикалық сусындарды жүкті әйелдерге, балаларға, жасөспірімдерге, егде адамдарға, гипертониядан зардап шегетін, жүрек қан тамырлары ауыратын, глаукома, ұйқысы бұзылған, тез қозғыш және кофеинге сезімтал адамдарға тұтынуға тыйым салынады. Энергетикалық сусындарды ешқандай жағдайда ішімдікпен араластырып ішуге болмайды. Кофеин қан қысымын көтереді, ал ішімдік оның әсерін одан сайын арттырады. Нәтижесінде гипертониялық кризге ұшыратуы әбден мүмкін. Энергетикалық сусындардағы кофеиннің арқасында келесі белгілер пайда болуы мүмкін. Ұйқының бұзылуы, бас ауруы, асқазан ішек шағымдары, ашуланшақтық. Осы энергетикалық сусындардың құрамына цикламат және аспартам деген арзан қант алмастырғыштарын қолданады. Олар аса қатерлі ісік дертін тудыруы мүмкін. Аспартам құрамына енетін фенилаланиннің жүйке жүйесіне және миға әсері бары да белгілі болып отыр. Сол себепті де дамыған мемлекеттердің көбінде бұл аса зиянды синтетикалық қант алмастырғыштарды қолдануға тыйым салынған. Түрлі ауруларға жол ашатын энергетикалық сусындардан аулақ болыңыз. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.